Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті достар, қалайсыздар? Жаңа жылға да 10 шақты күн қалды, жаңа 2026 жыл келеді. Әне міне дегенде 2026-да кеп қалды достар. Кешегі өткен тәуелсіздік күндеріңіз құтты болсын. Әр отбасыда, әр елде жаңағы бірлігі мен ынтымағы, халқының бір-біріне деген сыйластығы, махаббаты өте үлкен болсын, өте мықты болсын достар. Ал 2026-да жаңалық енгізем өміріме. Осы 2025-те бірден кейін өзгертіп 2026-ға жаңа форматпен кірем дегендер қалай болып жатыр сіздерде? Менде деген вообще былай болып жатыр. Енді қиналасың, кейде прям көтере алмайтындай сияқты болып кетесің. Но бірақ күліп всегда позитив ұстау керек та. 2025 мен үшін рогатка болып жатыр да. Рогатка не екенін білесіздер ғой. Рогатканың ішіндегі мен таспын. 2025 рогатка. Лишь бы резинка үзіліп кетпесе болды. Мен максимально тартылса тартыла берем, созыла берем. Главное, мына жақты жіберген кезде выше меня только небо деп ұшатындай дәрежеге созылу керек қой. Қанша жерден қиналсаң да, қанша жерден жаңағы настроениең түссе де, не болса да всегда аспанда жаңағы қалай айтсақ болады, күннің жарығы тұман болса да түседі ғой, понимаете? Күннің жарығы тұман болса да түседі. Сол сияқты біз қаншалықты тұман болып жүрсек те күн болып жарқырап тұруымыз керек та. Жолымызды четко, ясно көріп, алдыға ұмтыла беруіміз керек достар. Мен дәл солай келе жатырмын. Сондықтан достар, маған қолдау көрсетіп, жаңағы поддержка беріп, мені жаңағы жақсы көріп, сыйлап жүрген айналамдағы адамдардың барлығына мыңда бір шүкір Аллаға, және сіздерге де алғысым шексіз. Алла қаласа 2026 бәріміз үшін ең мықты кезең болсын өміріміздегі. Барлығымыздың взлетный полосамыз болып, қалың тұманның арасынан жарып шығатын болайық та. Күндеріңіз керемет өтсін достар.